Қазақстан Бейжіңде мәдени орталық ашады. Онда концерттер, қойылымдар, курстар, тренингтер, шығармашылық кездесулер өтеді. Кітапхана мен мультимедиялық кеңістік ашылады. Мәдени орталықта екі елдің 13 Қытайдан, 10 Қазақстаннан келген мамандар жұмыс істейтін болады. Енді екі елдің билігі арасындағы бұл келісім заңнамалық деңгейде бекітілді. Ал Қазақстан Бейжіңде мәдени орталығын ашса, Астанада Бейжің тіл және мәдениет университетінің филиалы ашылды. Осы университеттің ерекшелігі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қытай тілін меңгерген. Бейжің тіл және мәдениет университетінің филиалы Қытайдағы жетекші лингвистикалық, білім беру және аударма университеті болып табылады. Оны Қытай біріккен ұлттар ұйымы деп атайды. Оңтүстік Корея мен Қазақстан тікелей әуе қатынасын қалпына келтірді. Бұдан былай Air Астана әуе компаниясы Астана-Сеул бағыты бойынша рейстерді аптасына 2 рет сәрсенбі және сенбі күндері орындайтын болады. Жақында Корея президентінің Қазақстанға ресми сапары барысында мемлекет басшылары екі елдің астаналары арасындағы тікелей әуе қатынасының маңыздылығын атап өтті. 3-4 шілдеде Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті жоспарланған болатын. Мұндай шешім 20 және 21 маусымда Астанада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымға мүше мемлекеттер энергетика министрлерінің кеңесінде қабылданды. Іс-шара аясында Ресей энергетика вице-министрі Сергей Мачальников пен Қазақстанның энергетика министрі Алмасадам Сейітқалиевтің екі жақты кездесуі өтті. Энергетика министрлігінің басшысы елдер шығыс пен оңтүстікке жаңа экспорттық инфрақұрылымды белсенді түрде дамытуды жалғастыратынын атап өтті. Ал Алматыда 20 және 21 маусымда Сергей Лавров Қазақстанның төрағалығымен өткен сыртқы істер министрі кеңесінің отырысына қатысты. Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты мәселелер талқыланды. ОДКБ-ға мүше мемлекеттер министрлерінің мәлімдемелерінің нәтижелері бойынша халықаралық ақпараттық қауіпсіздік, ғарыш кеңістігін бейбіт мақсатта зерттеу және пайдалану саласындағы ынтымақтастықты кеңейту туралы шешімдер қабылданды. Украинада ұлтаралық араздықты қоздырған үшін сотталған қашқын қазақстандық блогер Айдос Садықов атылды. Киевтің орталығында база Telegram каналының әкімшісіне қастандық жасалды. Кісі өлтіруге кім тапсырыс бергені туралы бірнеше нұсқа бар. Дегенмен тергеу жақында блогердің әйелі Натальяның электрондық поштасы бұзылғанына назар аударады. Оның хат-хабарларында ДВК белсенділерінің, СПУ қызметкерлерінің, бұрынғы президент Порошенконың өкілі, қашқын оппозиционер Анатолий Шарийдің және саяси блогер Екатерина Шульманның байланыс тізімдері бар. Қазір Қазақстан Республикасының бас прокуратурасы Киевте журналист Садықовқа қастандық жасау фактісі бойынша тергеуді бастады. Қадағалау органының мәліметінше, сотқа дейінгі тергеу президент Тоқаевтың тапсырмасы бойынша басталған. Қылмыстық іс бойынша жедел іздестіру тобы құрылып, қылмысты ашуға және күдіктілерді ұстауға бағытталған қажетті жедел іздестіру шараларын жүргізіп жатыр. Бір күн бұрын Қазақстанның бас прокуроры Украинаның бас прокурорына осы қылмысты ашуға барынша тәжірибелі қазақстандық тергеушілерді тарта отырып, жан-жақты көмек көрсету туралы ұсыныспен жүгінген болатын. Бас прокуратураның қылмыстық істі тергеу барысы ерекше бақылауға алынды. Орыстың атақты хирургы 13 қазақ баласына ота жасады. Ақтауда дамуында ақауы бар балаларға медицина ғылымдарының докторы, профессор, Ресей медицина академиясының балалар хирургиясы кафедрасының меңгерушісі Юрий Соколов ота жасады. Жұлдызай корпоративті қорының мүмкіндік тәлімгерлік жобасы аясында емделушілер үшін емдеу тегін болды. Күрделі операциялардан бөлек, қазақстандық хирургтерге шеберлік сабақтары өткізілді. Отандық мамандар тәжірибе алмасып, біліктіліктерін арттырды. Операциялар Маңғыстау көпсалалы облыстық балалар ауруханасында жасалды. Шеберлік сабағына қарағанда Түркістан және Маңғыстау облысынан дәрігерлер келді.
Тәжікстанда мемлекет басшысы Эмомали Рахмон дәстүрлі құндылықтарды қорғау туралы 35 заңға қол қойды. Заңдарда ата-ананың балаларды оқыту мен тәрбиелеуге жауапкершілігі, ысырапшылдыққа, оның ішінде мереке күндеріне тыйым салу, мұсылмандық мерекелерінде балалар үйлеріне бару және тәттілер алу кезінде көңіл көтеруге тыйым салу, ұлттық мәдениетке жат киімдерді киюге тыйым салу. Бұл бірінші кезекте түрік хиджабы мен никабына қатысты, әйелдің бетін толығымен жауып тұратын киімі туралы айтылған. Бұл құжаттарға қол қою қадамы ұлттық мәдениет құндылығын радикализмнен қорғауға деген ұмтылыс ретінде символдық сипатқа ие. Бұған баланың құқықтары мен бостандықтарын қорғауға бағытталған бала тәрбиесі туралы заңдар да кіреді. Заңдар ұлттық мәдениеттің шынайы құндылықтарын қолдауға, ырым-жырымдар, ырым-тыйымдар мен рәсімдер кезінде шектен шығушылық пен ысырапшылықты болдырмауға, Тәжікстан халқының рухани және әлеуметтік экономикалық деңгейін арттыруға бағытталған. Қытай алыбы IT, алпауыт Huawei Аргентина тұрғындарының төлемін етпен қабылдауға шешім қабылдады және Қытайдағы ірі сиыр етін импорттаушы болды. Бұл 2022 жылы Аргентина песосының айтарлықтай құнсыздануына және Huawei оңтүстік Америкаға ұялы телефон жеткізушісі ретінде сату нарығын жоғалтқысы келмеуі және песоны ет валютасына ауыстыруына байланысты болды. Осыған орай, іскер қытайлықтар аргентиналық шарап пен сиыр етін сатып алуға болатын Food Court желісін ашты. Осы аптада Латын Америкасының тағы бір елі өзін танытты. Венесуэла БРИКСке қосылуға ресми өтініш берді деп хабарлады елдің вице-президенті Делси Родригес 21 маусымда мемлекеттік телеарнаға берген сұхбатында. Вице-президент елдің орасан зор мұнай ресурстарын БРИКС энергетикалық комиссиясының жұмысын қолдау, сондай-ақ серіктестік пен көп полярлы әлем құруға жәрдемдесу үшін пайдалану ниетін білдірді. Родригес Венесуэлада темір рудасы, көмір, алтын және алмас кен орындарын қоса алғанда үлкен энергия қоры бар екенін атап өтті. Оның ішінде еліміздің мұнайы мен табиғи газы бар. Жаңа халықаралық тәртіпті құрудың қайтымсыз уақыты келді және біз Венесуэланың жаңа геосаясатқа қалай кіретінін көргіміз келеді деп атап өтті Родригес. Иран Азияны Еуропамен байланыстырады. Ресейді Парсы шығанағымен байланыстыратын солтүстік-оңтүстік халықаралық көлік дәлізінің құрылысы аяқталуда. Бұл қадам Азиядан Ресейге жаңа сауда жолын құруға ықпал етеді. Жаңа тас жолдың арқасында жүктер Үнді мұхиты арқылы Иранға, одан әрі темір жол Иран арқылы, одан Каспий теңізі арқылы кемемен және одан әрі Астраханьнан Санкт-Петербургке пойыз немесе автожол арқылы қатынайтын болады. Жаңа бағыт елдерге батыс мемлекеттерінен тәуелсіз сауда жасауға мүмкіндік береді және Мәскеуге Үндістанға қысқа жол береді.